сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Алдағы уақыттағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мен Сыздықова Айнұр Мыңбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әдебиет туралы түсінік қалыптастыру. Ғасырлар бойы халықпен бірге жасасып келе жатқан көркем өнердің бір саласы әдебиет. Әдебиетсіз халық болмайды. Себебі әдебиетті халық тудырады. Көркем өнердің сәулет, мүсін, музыка, әдебиет, сурет деген 5 түрі бар. Бұлардың бәрі де қоғам тарихынан сыр шертеді. Халықтың мақсат мүддесін, арманын, қиялы мен көзқарасын танытады. Адамның сұлулыққа деген іңкәрлігі мен ой-қиялының жемісін білдіріп, табиғат құбылыстарын көрсетеді дегенімен, осы көркем өнер түрлерінің өзіндік ерекшеліктері де бар. Қоғам сәулет өнері ғимараттарымен, үлкен құрылыстарымен, оның өзіндік сұлулығымен танытса, мүсін өнері адамның ішкі жан сезімін, ой-қиялын, балшық, гипс, ағаш секілді табиғи заттар мен нәрселерді мүсіндеу арқылы бейнелеп береді. Музыка адам көңілін сергітер, түрлі сезімдік әсерлерге бөлесе, сурет өнері құбылыстың бір сәттік бейнесін бояумен кескіндеп береді. Ал әдебиет сөз өнері. Мұнда уақыттық шектеу жоқ. Сөзбен сурет салып, құбылысты ойда мүсіндеп көрсетеді. Сондықтан да әдебиет басқа барлық көркем өнер түрлерінің әсерін бере алады. Әдебиет өмір шындығын көркем тілмен жеткізетін өнер түрі. Халық тұрмыс-тіршілігінің айнасы, әдебиет арқылы өмірдің сан алуан қырлары туралы түсінік аламыз. Әдебиет адамзаттың сан ғасырлық мәдениетін, білімін жинақтауға көмектесетін бірден-бір әлеуетті құралы ретінде саналады. Әдебиет сөйлеу білуге, өз ойында нақты да жатық көркем тілмен жеткізе білуге дағдыландырады. Адамды рухани байытып, адам, болмыс, әлемнің тылсым сырлары, табиғат туралы ұғымдарымызды кеңейтуге, мәдени ұғымдарымызды арттырып, өткенімізге үңілдіріп, бүгінімізді бағалауға көмектеседі. Енді дәптерлерімізді ашамыз, қолымызға қалам аламыз және берілген анықтамаларды дәптерге жазамыз. Осы берілген анықтамаларды оқып пысықтаймыз. Үйге тапсырма өздеріңіздің кітаптарыңыздағы 6-шы беттегі сұрақтарға ауызша дайындалу.